Стамбул әлемнің ең ерекше қаласы. Дүниенің екі бөлігінде орналасқан таулы төмпешіктерде салынған алып шаһар. Стамбул қаласы расынан да аспан астындағы музей қала. Көптеген мешіттер, сарайлар, музейлер және ескі көшелер бар. Қаланы жаулап алғаннан кейін сұлтандар қала архитектурасын және дизайнын көп өзгерткен жоқ. Тек қана жаңадан мешіттер мен сарайлар сала бастады. Сөйтіп қаланың архитектурасы гректерден қалды деп айтсақ болады. Ал қазіргі Стамбул қаласы қандай? Стамбулда не көруге болады? Стамбулға Қазақстаннан барып қайту қанша ақша тұрады? Және Стамбулда түріктің қандай тағамдарын жеп көруге болады? Осы сұрақтарға жауаптың бәрін бүгінгі видеода көресіздер. Қаланың тарихы жайлы мен Осман империясы жайлы видеода айтып өткенмін. Мына жерді басып, сол видеоны көрсеңіздер болады. Қазіргі Стамбул қаласы Түркияның астанасы болмаса да, сөзсіз экономикасын алға тартатын қала. Стамбул заманауи Түркияның қаржы, мәдени, білім және туризм орталығы. Түркияның 30% өмірі осы қалада өтіп жатыр. Бұл қаланы әлемнің орталығы деп санайды. Сондықтан Стамбулдан әлемнің кез келген қаласына ұшақпен жетіп баруға болады. Стамбулда масштабы ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. Әлемдегі ең үлкен аэропорт Стамбулда орналасқан. Әлемнің ең бірінші су асты метро туннелі Босфордың астында салынған. Және сонымен қатар қазір Түркияда шу шығарған Стамбул каналын жүзеге асырылуда. Бұл канал Босфор бұғазына көмек ретінде салынып жатырған канал. Өйткені Босфор бұғазы әлемдегі ең көп қоныстанған бұғаз. Және кемелердің көбісі Қара теңізге өту үшін 10-15 күн кезекте күтеді екен. Ал бұл каналды салып біткен соң, кемелердің барлығы Босфорды күтпей-ақ, осы каналмен өте береді деген ойда. Оған қоса, Босфор бұғазынан кемелер үшін өту тегін, ал Стамбул каналымен өту ақылы болады. Сондықтан Түркия үшін бұл біріншіден ақша табу жолы. Бірақ бұл каналдың екінші саяси бір мақсаты бар. Босфор бұғазынан Монтрео келісім шартына сәйкес, әскери кемелер тек қана Қара теңіз елдері үшін ғана рұқсат. Демек Түркия, Ресей, Украина, Болгария, Грузия және Румыния елдерінің әскерлері Босфор бұғазынан керек кезде өте алады екен. Басқа елдердің әскери кемелері үшін тек қана 21 күнге келуге болады. Және олар Қара теңізге кіру үшін алдын ала Түркияға көптеген құжаттарды жіберіп, Түркиядан рұқсат сұрау керек екен. Ал егер осы Стамбул каналы жүзеге асса, онда Қара теңізде деген ақш кемелері көбейіп, Ресей деген сияқты елге қауіп төнеді. Сондықтан бұл каналға Ресей қатты қарсы болған. Бірақ оған қарамастан каналдың құрылысын 2021 жылы бастады. Сонымен саясатты шетке алып тастап, қазіргі Стамбулды айтып кетейін. Түркия мемлекеті Сириядағы соғыс салдарынан көшкен босқындарды ең көп қабылдаған ел, 7 миллион адам. Әрине ол босқындардың көбісі Стамбул қаласына келіп қоныстанды. Ал ол міндетті түрде қаланың бет әлпетіне, тазалығына, халқына әсер етеді. Сөйтіп Стамбул көшелерінің көбісінде арабша граффити пайда болды. Көшелер кір лас бола бастады. Криминал көбейді. Жезөкшелер, трансвестит және гейлер көбейіп кетті. Сондықтан Стамбул көшелерінде полиция мен әскер көбейіп, қаланың тыныштығын сақтауға тырысып жатыр. Стамбул ең біріншіден бүкіл мұсылман елдерінің тарихи қазынасы. Себебі ол адам тарихындағы ең ұзақ өмір сүрген ислам халифаты алып Осман империясының астанасы болды. Ол мемлекетті бүкіл әлем мойындаған мықты ел болғандықтан бұл қалада көптеген оқиғалар орын алды. Бұл қалаға көптеген басқа елдердің патшалары келген. Қаншама рет соғыстан өткен қала. Өйткені 600 жылдық тарихта Стамбулда 30 Осман падишахтары өмір сүріп, елді басқарған болатын. Сондай керемет тарихи жерлердің бірі Топкапы сарайы. Топкапы сарайында 25 Осман сұлтандары билеген екен. Ішінде салтанат сарайы бар, мешіттер бар, гарем, кітапхана, тұрмыстық бөлмелер, диван, асхана және сол сияқты сұлтанға керектің барлығы осы сарайда болған. Бұндай тарихи музейлерді басқа еш жерден көре алмайсыздар. Осыдан 150 жыл бұрын Осман сұлтандары жүрген жерде қазір сіздің ішіне кіріп, сол сұлтандар қалай өмір сүргендерін көре алатын мүмкіндігіңіз бар. Айтпақшы, атақты болған Сұлтан Сүлейман жайлы сериалды да осы Топкапы сарайында түсірген екен. Сарайға кіру билет бағасы адам басына 200 лира. Стамбулдың келесі көруге болатын жері ол Далмабахче сарайы. Бұл жер Осман империясының соңғы 6 сұлтанының ел билеген резиденциясы. Топкапы сарайы шыны керек орта ғасырлық сарай. Ал заман өзгере, резиденцияны да өзгерту керек болды.
Сонымен 19 ғасырда Осман сұлтаны Абдул-Меджид осы Далмабақчы сарайын салдырған болатын. Сол заманға сай барлық жаңа технологиялармен құрастырылған болатын. Мен қазір Далмабақчы сарайына кірейін деп жатырмын. Кіретін кезде билет алып кіру керек. Музейге кірдім. Маған вход 120 болды. Мынандай удостоверение личности сияқты болады. Сондайыңыз болса скидка жасап береді. Басқа елдегі келген туристер үшін вход 200 лирадай. Бәрін көру үшін асып кетеді 200 лирадан. Сонымен Далмабақчы сарайында 3 жерді көруге болады. Біріншісі негізгі музей, сұлтанның өмір сүрген жері, жұмыс істеген жері. Екіншісі гарем, сұлтанның әйелі мен мамасы тұрған жері. Үшіншісі кішкентай бір сағаттар музейі бар. Гарем енді онша қызық болған жоқ. Сағаттар музейі на любителя, былай айтсам. Негізгі залды көрсеңіздер сол жетер. Әрине ғимарат Босфор бұғазының бойында орналасқан. Далмабақчы сарайы шыны керек Осман сұлтандарының бай болғанын көрсетеді. Алтыннан жасалған ыдыстар, бөлме төбелерінде неше түрлі әдемі суреттер салынған, столдар мен орындықтардың дизайны және сол сияқты көптеген заттар байлықты көрсетеді. Таксим майданы заманауи Түркияның ең маңызды жері. Бұл түріктердің өткен ғасырдың басында сұлтаннан егемендік алған жері. Истиклал деген араб тілінен егемендік дегенді білдіреді. Сонымен қатар Истиклал көшесі жаяу жүргіншілерге арналған. Ол жерде Манго, Зара деген сияқты көптеген шопинг орталықтарын табуға болады. Көптеген түнгі клубтар, қонақ үйлер, кафе, ресторандар бар. Әсіресе Босфорға көрінісі бар ресторандар көп. Бұл екі мешіттер қаланың қазіргі символдары болды. Олар Топкапы сарайының маңында орналасқан. Хаджы София мешіті 15 ғасырда қаланы жаулап алғаннан кейінгі ең бірінші намаз оқылған мешіт. Бұл мешіт негізі Византия империясының және православ христиандарының басты соборы болған ғимарат. Ал Фатих Мехмед Сұлтан болса, оны жауып тастамай, керісінше мешітке айналдырды. Сондықтан қазіргі күніде мешіттің ішінде Иса пайғамбарларының суреттерін көруге болады. Сұлтан Ахмет мешітін 17 ғасырда Ахмет Сұлтан салғызған болатын. Бұл мешіт салынған кезде Осман империясында дау шықты. Себебі архитектор стандартты 4 минареттің орнына Меккедегі бас мешіттегі сияқты 6 минарет істеп қойған екен. Сөйтсе сұлтан минаретті алтыннан жаса дегенді архитектор Мехмет аға 6 минарет жаса деп естіпті. 6 минарет салғызғанын Меккедегі мүфти естіп ренжіген екен. Бірақ кейінірек сұлтан кешірім сұрап, Меккеге архитекторды жіберіп, мешітке 7 минаретін салғызыпты. Мешіттерге кіру тегін, бірақ кіретін кезде әйел адамдарға орамал тағып кіру керек. Бұл әйгілі болған Сұлтан Сүлейман, жұбайы Хирем Сұлтан және олардың қызы Мехримах Сұлтан жатқан жерлері. Оған қоса, ол жерде үлкен әдемі Сүлеймания мешіті бар. Галата мұнарасы биік конус тәрізді цилиндр ғимарат. Стамбулдың тарихи түбегі мен оның айналасына панорамалық көрінісі бар. Билет адам басына 60 лира тұрады. Стамбулда Босфордың жағасына міндетті түрде барып көру керек. Ол жерде көптеген турлар бар. Европадан Азияға баратын кемелер бар. Жанында көптеген дәмді тағамдар мен өте әдемі көріністер бар. Кеме турын аламын десеңіз, Эминөнү кеме тұрағына барсаңыз табасыздар. Адам басына билет 25 лира. Жалпы Стамбул жаяу жүргіншілер үшін өте керемет қала. Көшелері Европа көшелеріндей тар болып келеді және брусчаткадан жасалған. Ғимараттардың көбісі 3-4 этажды және грек немесе итальян архитектурасына ұқсайды. Қаланың өзі төмпешіктерде орналасқан және ара-арасында жоғары көтеріліп немесе төмен түсіп тұру қажет. Біріншіден сіздерге ұшаққа билет алу керек. Оны сіздер кез келген өздеріңізге таныс немесе сенімді бір сайтқа кіріп сатып ала аласыздар. Ұшақ билеттерін әрдайым 1-2 айға ертерек алып отыру керек. Себебі ұшу уақытына жақындаған сайын бағасы өсе береді. Әрине басқа қалаға барған соң тоқтап жататын жер керек, яғни қонақ үй. Қонақ үйлер Стамбулда өте көп. Booking.com сайтына кіріп, қалаған қонақ үйді таңдасаңыз болады. Стамбулдың ең қызық жерлері Европада орналасқан. Сондықтан қонақ үйді де Европа жағынан іздеген ыңғайлы болады. Бейоглу немесе Сұлтан Ахмет деген жерлерде тоқтаған жақсы. Қалаға келгесін әрине тамақ жеу керек, жол жүру керек. Сондықтан оған да ақша қалдыру керек. Кафелерде адам басына орташа есеппен 60 лираға тамақ жеуге болады. Такси тек қана счетчикпен жүреді. Сондықтан алысқа барсаң қымбат, жақынға барсаң арзан болады.
Орташа есеппен бір жолың 30 лирадай болады. Бірақ Стамбулдың пробкалары мен көлікпен жүруге кеңес бермеймін. Метро бар, немесе жаяу жетуге болады. Егер музейге барамын десеңіз, не болмаса шопингке барып киім аламын десеңіз, онда қалтаңызға тағы ақша алу керек. Ол енді әркімнің өз қалағанына байланысты. Түркия аграрлы ел болғасын, тағамдарының барлығы керемет піскен көкөністер мен жемістерден жасалады. Бірінші таңғы астан бастайық. Түркияда таңғы ас деген ритуал. Бүкіл отбасы бірге отырып, барлығы күшті тамақ жейді. Сондай тағамдарды кафелерге де барып жеп көруге болады. Таңда кез келген кафеге барып, kahvaltı десеңіз, бәрін өздері әкеледі. Сонда сізге ірімшіктер, қуырылған немесе қайнатылған жұмыртқа, шұжықтар, бал, қаймақ, нан және неше түрлі вареньелер әкеледі. Өзім Стамбулға барғанда Истиклал көшесінде Dilek деген кафеге барамын. Ол жерде Босфор көрінісімен таңғы ас ішуге болады. Адам басына 40 лира. Түскі асқа тамақ көп. Бірақ әрине Түркияға келгесін донер жеп көру керек. Донердің бұл жерде түрі өте көп. Искандер донер, пилав үсті донер, тавук донер, хатай донер деген сияқты түрлері бар. Балық экмек деген түріктердің керемет бір тағамы. Экмек деген түрік тілінен нанды білдіреді. Сонда нанның ішіне балықты салып береді. Жеке өз басым Стамбулда атақты болған Эмин Ұстаның балық экмегін ұнаттым. Әдейі арнап сол кісіге бардым. Өте керемет тағам. Ол жерге бару үшін жағалаумен тура жүріп барсаңыз, алдыңызда Super Mario Эмин Ұста деген кафе шығады. Балық экмек бағасы 30 лира. Стамбулда әйгілі болған Super Mario Эмин Ұстадан мұндай балық дурум алдым. Қазірда мен көрейік қандай екен. Сөз жоқ, бір соустар көп. Өте дәмді. Көкөреч деген қойдың ішек қарнын мангалға шашлык сияқты пісіреді де, оны майдалап, көптеген специялар қосып, нанның ішіне салып береді. Ол да өте дәмді тағам. Адана кебапты бізде лөля кебап дейді. Адана кебап ашылау келген қой еті фаршынан жасалған шашлык. Аслак бургер деген ылғал наннан жасалған бургер. Ішінде ірімшік пен ет салынған. Стамбулдың көшелерін аралап жүріп, көптеген тәтті тағамдарды көруге болады. Сондай жерлерден баклава мен локма жеп көруге болады. Баклава деген жұқа қамырдың арасына жаңғақ ұнтақтарын салып пісірген тәтті десерт. Локма деген осындай шар тәрізді тәтті қамыр. Қорытындылап айтсақ, мен атап өткен тағамдардың барлығы ең атақты тағамдар. Негізі басқа да керемет тағамдары көп, бірақ мен олардың барлығын айтып отырып, бұл видеоны ұзақ болғым келмейді. Қандай тамақ жесеңіздер де қорықпай жей беріңіздер. Еттің барлығы халал, тамақтары бәрі таза, және баяғыдан бері келе жатқан рецепттермен істелінген тамақтар. Осымен Стамбул жайлы видеомызды аяқтайық. Бұл видеоға лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, егер Анталияда не көруге болады десеңіздер, мен сіздерге мына видеоны ұсынамын. Ал егер Түркияның басқа да ғажайып жерлерін көремін десеңіздер, онда мына видеоны қарап көріңіздер. Сіздермен болған мен Қазыбек, келесі кездескенше.